Мынау тоқтары, оны екіге бөлеміз де қазір. Әрқайсы тоқтау өтеміз, жалпы таныстырып өтейін. Мынау светодиодная лента. Кәдімгі жанып тұратын диоды. Мынау краскасы, мынау 201 деген клей, мынау кәдімгі медицинский шприц. Бізге керегі парномерник, кәдімгі парномерник. Парномерниктің мына шетін тесіп аламыз, кәдімгі кухонный нож тесіп аламыз. Не үшін? Чтобы одан тоқ шығып тұру үшін. Қандай көп уақыт алатын жұмыстарды мен резко алдын ала жасап қойдым, сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін. Ең бірінші жұмыс бізде, мен былай қылсам көрініп тұр ма, қарашы, айқын. Ең бірінші жұмыс бізде мынау тоқ фишка деп аталады. Өзінің термині фишка деп аталады. Бұл бір фишка 2 загазға жетеді бізге. Тура қақ ортасынан бөлеміз. Қалай көрініп отыр? Нені көріп отыр? Осы фишканы қақ ортасынан бөлдік те, қараңыздар, тоғын шығарып алдық. Ең бірінші біз істейтініміз мынау жасауды үйретіп отыр. Осы фишкаға жалғаймыз. Мынау Атынан. вниманиесі. Соны ажыратамыз да, мұны диодта мынандай вилкалары болады. Осыны кигіземіз. Жауып қоямыз да. Диодтың артында самоклейкасы болады. Пленкасы десек те болады. Осы пленкасын алып тастаймыз. Жазып жатырмын видеосын. Осы пленкасын алып тастаймыз. Енді фишканы бағана парномерниктегі тесікке кигіземіз. И тұрамыз да парномерникке жабып тұрамыз. Мына самоклейный, диод самоклейный. Міне, фишкасы артынан осылай шығып тұрады. Қазір бұл жаққа корпустардың барлығын көрсетемін мен сіздерге, чтобы су кетпес үшін қалай жасайды. Бұны біз пока что былай қоя тұрамыз да, бізге енді керегі мынау флажок деген материал. Бұның екі жағында пленкасы болады. Надпись осыған жабыстырылады. Бұның корпустарын жасаймыз. Екі жағында пленкасы болады. Бір жағында пленкасын алып тастаймыз. Қазір бұған корпустарын жабыстырамыз. Пленкасын алып тастаймыз. Мына парномерникті былай қоя тұрайын. Корпустарын қарапайым клеймен жабыстырамыз. Так, былай ыңғайлап алайын. Сәл қобалжу болады енді. О жағынан. Вроде нормально кетіп отыр ме? Так, бірінші клейімізді дайындап аламыз. Кәдімгі 201 деген клей, мощный клей, плюс кәдімгі медицинский шприц ұшына тағып қоямыз да. Бұл материалдардың барлығын сіздерге береміз. Ең бірінші мынау корпустарын бұрышын жабыстырып алайық. 1, 2, 3 болды, клейіміз қатты. Ұзақ таптырудың қажеті жоқ ше бұл клейді. Бұл материалдардың барлығын біз сіздерге береміз. И дальше жабыстыра береміз корпустарын. 1, 2, 3 кетті. Кесіп жүргізіп өтеміз да. 1, 2, 3 жабысты. Дальше жалғастырамыз. Бисмилля. Жігіттер, жасау қиын емес бар ғой. Бір заказды ше 6000 теңгеге жасайсыздар. Қазір оны есептеп берем. Бір заказ, бір штукты 6000 теңгеге жасайсыздар. И оны 15 минутта жасап тастауға болады. Ондай бір қиын физический жұмыс емес. 1, 2, 3 қатты. Кеттік, енді мына бетін жабыстырамыз. Көрініп тұр ғой, я, четко. Мына бұрыш жабыстырамыз. 1, 2, 3 болды, жабықты. Корпусының бір бетін жабыстырып алдық. Ар жақта. Клей көп болып қойын, не болды? Қараңыздар, мына жақта қазір. Мына жері ровно тұр да. Мен сіздерге рекомендовать ететінім медицинский перчатка бар ғой, сонымен жұмыс жасауға атып. Қолға жабыстыратын бар. Артық жерлерін алып тастаймыз. Кәдімгі канцелярский нож, кәдімгі стол керегі. Осылай клей қолдарыңызды жабыстыруға мүмкінді, сол үшін медицинский перчатка киіп алыңыздар желательно. Екінші корпусын жабыстырамыз.
Бисмилlah. Тура солай бағанағы клеймен жүргізіп өтеміз. Ася ол қызыл кішкентай ше. Кеше Мынау не мен де қолымда материал, жүрген. түсінбей Құшып жатырмын. кетті, не құшып кетті деп Қайталап қарасам, өтесіз ба деген кішкентай сұрақтарыңыз домала. болса, бауырлар, мұқият Жоқ, қарап қандене алыңыздар. емес. Қайталап Мұз көрсетпейміз. тастадым ғой. Серіктестікте Қандене емес ол. Қызыл басқа нәрсе ол. Дайындап қойған видео уроктарымыз бар ше. Қандай материал, қалай жасалады. Қандене емес ол басқа. Түсінбей қалған жерлеріңіз болса, звондап сұрайсыздар. Видео звонокпен звондап сұрайсыздар. Серіктестікте толық Тип үйретеміз. қалсаң оны. Қазір өледі, мен ал сіздерге қандене тип қалсаң өлмейді. просто ол. бұл кәсіпті жасау оңай екенін дәлелдегім келіп Жоқ, тұрды. бұл тип қалсаң бұзылып кетті ғой. Қандене ондай болмайды. Баласы сондай бір нәзік болады. Хош қайдан айтты, қорқытпашы адамды. Біз ше, Шақыра бермес болсын жаман басқасын нәрсені. сатып көргенбіз. Мынау ұнады маған. Соны ғана арман Өзіміздің сен. Қандене арман. Қазақтар ойлап тапқан мектеп қой. Не үшін ұнады? Қолжетімді, всегда наличие болады. Күн шығады, ертең бәрін шығарамыз ғой далаға. Не, кептіреміз ғой. Алып тастаймыз. Куртка, одеял, сода бар. Клеймен до конца жабыстырып өтеміз да. Халат әкелдік, содан болды. Опа, міне корпусымыз дайын. Флажоктың корпустары дайын болды, қараңыздар. Былай көрсетейін камераға, ойбай. Флажоктың корпустары дайын болды. Енді осыны бағана біз подномерникке диод дайындап қойдық қой. Сол диодқа жабыстырамыз. Сол халатпен бірге келді. Былай айтқанда флажокты подномерникке жалғаймыз ғой. Тура сол схема, қараңыздар. Андай ғой, артық ештеңе жоқ ше, станок, бір аппарат қажет емес. Столдың үстінде отырып аласыз да әкете бересіз. Клей, осындай. Флажок, бағана диод деген материалдардан. Тура солай клеймен жүргізіп өтеміз. Анық көрініп тұр ғой, Ей, бұны істей аламын мен. Қолымнан Қолымнан келеді деп ойлаймын нәрсе, сіздерге. осыны. Сұрақ жауап эфирдің соңында жасаймыз. Мұқият қарап алыңыздар. Жасау оңай екенін сіздерге дәлелдеу Видеоға үшін түсіріп жатырмын, эфирде жасаған. жасап көрсетіп 7 жатырмын. минут болып істеп жатқанмын. Көбісі әңгіме айтады ғой, өзінің тарихын айтады. Барлығы демейін, көбісі. Бізде онда емес, бізде чисто практика. Жігіттер, қыздар. На практике мен сіздерге көрсетіп жатырмын, кәсіп жасау оңай екен. Кәдімгі желанияларыңызды ашып жатырмын, осы кәсіпке бар ғой. Шынымен ше нарыққа енді кіріп жатқан кәсіп клиент көп. 1, 2, 3. Так, міне. Біреуін жасағанға 10.000 теңге Дайын алады. болды. Флажогымыз подномерникке бекітілді. Астында диоды бар. Толын жалғасақ жанады. Ендігі момент қараңыздар. Мынау әппақ болып, сәл не очень болып тұр ғой. Осыны, мынау әппақ болып тұр ғой. Клейді былай қояды. Әппақ болып тұр ғой. Осыны қара түске бояймыз. Аэрозольная краска ручного применения. Біз сіздерге мынау флажок, корпусы бар, диоды, мынау тоғы, фишка деп аталады. Флажогы бар, не бар та, клей, осы материалдардың, мынау канцелярский нож. Сіздерге полный товар комплект беріп жібереміз. Тек қана мынау аэрозольный красканы Қазпоштада жібермейді екен, но бұл 1000 жарым арасында тұрады, бәлембай заказға жетеді сіздерге. Қалған материалдардың барлығын сіздерге өзіміз поставщик болып отырамыз. Осы орайда қараңыздар. Камераны ше. Так, битік. Машиналар бір істегенге 10.000 теңге қағып аласыңдар дейді. 3 машина жасап берсеңдер, күніне 30.000 теңге қағасыңдар. Қазір біз не істейміз мынау? Ақтарын аэрозольный қара краскамен осылай шаршыратып қойымыз. Бетіне шашырап кетсе ештеңе етпейді. Себебі бұның бетінде бағана айтқандай пленка бар ғой, о пленканы алып тастаймыз біз ше. Осылай қараға бояймыз. Қалып кеткен жерлерін осылай фук-фук сеуіп жібереміз да. Фук-фук деп істейді екен ғой. Болды. Қайттан бір өзі жүргізіп өтейін. Міне. Аппақ жерлерін, қалып кеткен жерлері бар, бұларға ештеңе етпейді, қайтадан себе салады, содан проблема жоқ ше. Міне қараңыздар, бағанағы аппақ жерлерін қап-қара боядық, корпустарын былай айтқанда. Бұл примерно 10-15 минут уақыт кебеді, 10-15 минут уақыт кебеді.
сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін дәл осыған дейін дайындап қойған менің подномернигім бар. Сонымен ары қарай жалғастыра берейік. Мынаны шетке қоя салайын. Дәл осыған дейін дайындалған, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Келесі шаг бізде флажоктың бетінде, былай қарай ма? Флажоктың бетінде көрініп тұр ғой эфирдегілерге. Флажоктың бетінде пленкасы болады дедім. Бағана сабақтың басында айттым ғой. То есть жасалып жатқанда басында. Сол екінші жағындағы, бірінші жағын алып тастап бағана корпустарын жабыстырғанда клемент. Енді екінші жағын алып тастаймыз, чтобы надпись жабыстыру үшін. Мына бетінен ашына уже қатып қалған екен. Екінші жағында, екінші бетінде пленкасын алып тастаймыз. Міне, аппақ болып шықты. Бұған біз надпись жабыстырамыз. Ол үшін подномерникті былай қарай қоя тұрамыз. Енді біз надписпен жұмыс істейміз. Мұнда сіздерге көрінбей тұрған шығар. Подномерник деген жазу бар. Мынадан подномерник деп былай қарай. Сіздерге көрінбей тұрған жоқ шығар, қазір көрінеді. Осының надпистерді қарапайым канцелярский ножбен тазалаймыз. Бұл не үшін екенін қазір түсінікті болады. Асықпаңыздар. Комментарий бәрін нормально ма? Түсінікті отыр ғой, ja? Қарапайым канцелярский ножбен. Бұны примерно мына жақтарға қоя тұрсақ болады. Бағана айтқан болса сіздерге желательно, өзіңіз білесіз, желательно андай медицинский печаткамен жұмыс істесеңіздер болады, қолым краска клей болып кетеді. Сіздер үшін жасап көрсеміз деп па? Маған керекше сіздердің толық түсініп кеткендеріңіз кәсіп жайлы, товар жайлы. Қазақстан әр қаласынан реально Нұрдәулет бастаймын, желание бешеный, ақша табу керек. Жұмысым бар, дополнительный ақша керек, либо осыны основной кәсіп қоғам деген желаниесі бешеный адамдар керекше серіктестікке. Товар қайдан алам, материал қайдан алам, вообще бас қатырмайсыз. О нәрсемен мен бас қатырам ше. Оны қалай сатам, реклама қалай жіберем, оған да бас қатырмайсыз. Оны өзім үйретем. Үйреткеннен бөлек. Мысалы сіздер TikTok'тағы немесе Instagram'дағы рекламадан келесіздер ғой. Сол сияқты қалай реклама жіберу керек үйретем. Соған жіберу керек. Видеоны да мен өзім сіздерге дайындап берем ше. Сіздер қана желание болса вот и әрекет етсеңіз болады. Желание болса әрекетте пайда болады ғой, в принципе. Қазір елдер қаншаға сатып жатыр, курстарын 150, 200, 300 мыңға сатып жатқандар бар ғой. Ешқандай курс емес. Это называется партнерство. Міне, подномерник деген жазуымызды тазалап алдық. Енді бұның корпусын аламыз. Мына жақтан. То есть андай корпусын артық жерлерін дейді ғой. Осы алып тастаймыз. Мен түрін көріп тұрған жоқ, Хорошо. Артық жерлерін алып тастаймыз. Осылай. Физически ешқандай ауыр жұмыс емес. Мына жақта да так қалып кетіпті кішкентай. Бұны да алып тастаймыз. Мен ала салайық. Проблема жоқ. Бір тексеріп өтеміз. Корпустардың барлығы алынды ма? Алынды. Енді қараңыздар. Бағана сіздерге көрінбей тұрған жазу міне. Осы подномерник деген жазу етін. Я люблю тебя, подномерник. Енді бұл жалпы мынандай сұрақ бар шығар сіздерден. Надписті қайдан аламыз? Монтажка деген не ол? Соны түсіндіріп өтейін. Надписті кез келген рекламный агентствоға барсаңыз жазып береді. Андай ауылда тұрсаңыз да проблема жоқ. Рекламный агентство бар сіздерде ше. Бірақ егер андай шалғай ауылда болады ғой, бір 2000-3000 адамы ғана бар, шалғай ауылда болсаңыз, онда сіз бұл кәсіпті жасай алмауыңыз мүмкін. Рекламный агентство сіздің ауылыңызда болмайды да сол кезде. Бірақ любой қалада бар негізі. Любой қалада бәлінбай рекламный агентство бар. Рекламный агентствоға барасыздар, біз сіздерге PDF файл береміз. Осы размерде размері қандай болу керек, қандай шрифт болу керек, соны рекламный агентствоға айтасыздар, соны шығарып береді сіздерге.
Біреу примерно максимум 500 теңге болады ше. Дәл солай монтажка деген материал бар. Оны да рекламный агентстводан сіздер алдырасыздар. Рекламный агентствоға барып, монтажка керек ет десеңіз, сіздерге листпен береді. Осы монтажканы біз қазір надписті алу үшін бетіне жабыстырамыз. Мынау надпистің и түп түзу жүргізіп өтеміз. Ответственный моменттер бұл да қисық кетіп қалмау керек міне. Дәл осылай түп түзу жүргізіп өтесіздер. И желательно бетін бірдеңемен андай. Сол ішінде ауа қалып қалмас үшін карточка болса карточкамен бүйтіп жүргізіп өтіңіздер. Сол ішінде ауа қалып қалмау керек. Четкий көрініп тұр ғой, Қайталап өтейін, түсінбей қалдым, мына жерін қайталап айтып берші десеңіздер, уайымдамаңыздар, серіктестікті толық үйретеміз. Мынау жасап жатқан, көрсетіп жатқандағы мақсат кәсіптің оңай екенін сіздерге дәлелдеп көрсеткім келіп отыр. Қараңыздар, монтажка жабыстырдық қой бетіне, мынау көрініп тұр ғой, монтажка жабыстырдық қой. Дәл солай надписін аламыз мынаны. Мынау материал қалып қалады, ақ материалы. Мынау уже керек емес бізге. Сондағы бағана дайындап қойған подномернигімізге так міне монтажкамен надпис тұр. Сәл төменсінен баға. Мынаны столдың үстіне қоямыз. Монтажкамен надписті көріп тұр ма осылай? Подномерникті сотканы былай қойсаң. Материалдардың бәрін түсіре салайық былай. Чтобы мешать етпеш. Подномерникті аламыз да, осы надпистің үстіне былай бұрыштарын ыңғайлап тұрып, примерно былай дұрыс болады. Мына бұрыштарын ыңғайлап тұрып, бетіне қоямыз. Жабыстырамыз. Бір басып өтеміз. Бисмилля. Подномерник деген жазу шығады. Үстін қайтадан маркамен осындай бір инструмент аласыз. Қарапайым карточкамен де жүргізіп өтсеңіз болады. Чтобы ішінде ауа қалып қалмас үшін. Қараңыздар. Подномернигіміз 90%-ға дайын. Мынау енді монтажкадан тұр ғой мешать етіп. Осыны ана канцелярский пышақпен кесіп тастаймыз артық жерлерін. Артық жерлерін кесіп тастаймыз осылай. Артық жерлерін кесіп тастаймыз. Көрініп тұр, артық жерлерін бұлай кесіп тастаймыз, ребята. Естіп жатыр, біз монтажканың мешать етіп тұрған жерлерін алып тастап жатырмыз. Бір жүргізіп өтесіз да, қатты басып жүргізіп өтесіз, и өзі кесіліп кетеді. Бұны артықтарын алып тастаймыз. Тасай саламыз, мына жабыс қапты. Бұны да тасай саламыз. Артық жерлерін кесіп тастаймыз. Примерно бұлай қарайсыздар да. Қараңыздар. Қай жерлері артық, мына жерлерін тағы бір жүргізіп өтеміз. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын, Тағы бір жүргізіп өтеміз, чтобы қисық шықпас үшін. Асты бұның ровно болды, в принципе. Астынан да жүргізіп өтсек айып жоқ. 10-15 минутта бір заказды тез жасап тастауға болады. Мен сіздерге түсіндіріп тұрып жасап жатырмын ше. Оның өзі бір 10-15 минут уақыт алды деп ойлаймын. Германия істеп отыр. Четкий болды ғой, Міне, подномерник деген жазу шықты. Мына жаққа кез келген жазу жаза берсеңіздер болады. Мынау қазір ақ болып жанады, қызыл қылып жазу үшін бағанағы флажоктың артына қызыл арақыл жабыстырсаңыз, одан проблема жоқ. Подномерник деген жазу шықты. Бұнан блок питанияға жалғап көреміз қазір.
12 вольттығы, шатаспасам, иә? 12 вольттық блок питанияға плюс минусын табамыз да қазір. Жалбыраған шаштарын жинап тастайын. Жалбыраған ыңғайсыз болып тұршы. Қазір плюс минусын табамыз да. Екеуі бір-біріне тиіп кетіп отыр. Онан жаман жалбырап тұршы ана жағы. Плюс минусын табамыз, блок питанияға жағып, тексеріп көреміз. Жағып дегенше. Жағып тексеріп көреміз. Міне. Тоғырмайды. Қараңыздар, осылай четкий болып жанып тұрады. Көрініп тұр ма бұлай камераға? Міне заказымыз дайын. Прикиньте. Еще мен сіздерге түсіндіріп тұрып жасадымша, асықпай, әр детальді айтып тұрып, сондағы оның өзі бір 10-15 минут уақыт алды. Так өзіңіз үндемей тез жасап жасасаңыз, одан да тез уақытта жасап тастауға болады. Четкий жанып тұр, көрініп тұр ма? Болды. Осылай жанып тұрады. Кәдімгі блок питаниемен тексеріп аласыздар. Кет, камераны жөндеп жіберейік. Назарды маған қойыңыздар. Мен камера, комментарий оқып жіберейін, қалай болып жатыр жалпы. Я брат, я делаю. Жасап көрсеттім мен сіздерге. Қандай вебинар, қандай мастер-класс көрдіңіз практика жасайтын. Кеттік. Сіздерге сұрақ. Жасау оңай ма екен? Жасау оңай екен сіздерге дәлелдей алдым ба? Серіктестік жайлы сабақтың соңында айтамыз. Әлі мощный тақырыптар бар алда. Жасау оңай ма екен? Жеңіл, оңай. Болды. Оңай екеніне көз жеткізсеңіздер қуаныштың. Бір көрсететін мақтанатын жерім болып тұр да. Мақтанатын жерім болып тұр. Кеттік, жалғастырамыз. Келесі тақырыпқа көше береміз. LED панельный кәсібінде жалпы клиент көп па? Жасау оңай екенін без проблем сіздерге дәлелдеп бердім. LED панельный кәсібінде клиент жалпы көп па? Жарнамадан келген клиент санымен мен сіздерге дәлелдеп көрсетейін. Давайте, қараңыздар. Мына жерде түсінбеулеріңіз мүмкін 38, 8-де 88 деген цифралар тұр ғой. 8-де 88 деген осынша доллар рекламаға кеткен. То есть, 5-ке көбейтсем примерно 4-4,5 мың теңге рекламаға кеткен 38 клиент келген. Екінші скрин общий 13 доллар списание дейді. Но таргет оппен сөйлескім. 13 доллар кеткен 52 конверсия клик, 52 клиент келген. Келген жазып жатқан клиенттердің потогын қараңыз. Ашылмаған сообщениялар. Екінші міне, осыншама. Клиент бар ғой, клиент өте көп, клиент саны өте көп. Тек қана реклама жіберсеңіз болады. Ал қалай реклама жіберу керегін мен нұрдәулет сізге үйретемін. Материалмен де қамтамасыз етіп отырамын, уайымдамаңыз. Рекламадан жалпы LED панельный спрос көп екенін дәлелдей алдым деп ойлаймын, бір ауыз сөзбен. Енді мақтанатын тағы бір жағдай. Ислам Есмаханов деген бізде не серіктестер бар. Біз енді ашып жатқан жоқпыз. Жасап жатқан, ақша тауып жатқан серіктестеріміз бар. Көп олар. Ислам Есмаханов деген жігіт жасы 21-де. Біреуіңізге құрдас болған, біреуіңізге іні болар. Дәл солай универде оқитын кісілер де бар шығар мына жақта. Универде оқиды немесе мемлекеттік жұмыс жасайды. Байқадам деген ауылдан универде оқиды мына жігіт. Жамбыл облысында Байқадам деген ауылда. Байқадам деген ауылдан қалада универде оқиды, қосымша табыс көзін іздеп жүрген. Мына жақта өзіңізді таныған боларсыз. LED панельный бизнесін бастап 0-ден бір айда 350 мың теңге тапқан. Докажи, без проблем. Но менің жазғаным, Ислам, сен бізден курсын алған соң қанша уақытта неше теңге таптың? Бір айда 350 мың таза пайда болды, күніне кемі 4-5 заказ. Мынаны жаттап алыңыздаршы. Күніне кемі 4-5 заказ болды дейді. Кімде естілмей тұр немесе көрінбей тұр? Обновить етіңіздер немесе шығып қайта кіріңіздер. Жалпы даусым дұрыс естіліп тұр ғой? Даусым дұрыс естіліп тұр ма айқын? Болды.
қанша теңге таптым? Bir айда 350 мың теңге таза пайда. Күніне бір күнде 4-5 заказ. Жаттап алыңыздаршы. LED паномер арқылы қалай айына 300 мың табамыз? Мен сіздерге қазір беремін. Ал бір паномерниктің өзіндік құны бір штугы 1000 теңге. Менен 1000 теңгеге аласыздар. Bir штугы дегеніміз паномерниктің штугы емес. Паномерник. İçinde dioды, мынау тоғы бар. Мынау клейді енді бастапқыда ғана береміз. Не бар? Паномерниктің өзі, ішінде диоды, мынау фишкасы, тоғы, флажок, надпись жабыстыратын бағана ақ екі жағында пленкасы бар флажок. Оның корпустары, осы комплект 1000 теңге. Жестко, да? В основном клиенттер бірден алды артына заказ береді. Машинада алдында да артында да номер бар ғой. В основном клиенттер алды артына заказ береді. То есть получается екі подномерниктің өзіндік құны 2000 теңге. Сатылым құны 12 000 теңге. 12 000 теңге деген сумма қайдан шықты? Аспаннан шықты ма? Жоқ. Біз қанша уақыт болды бұл салада жүргенімізге? Біз де, біздің серіктестеріміз, біздің әріптестеріміз, біздің конкуренттеріміз де осы бағаға сатады. 11 000, 12 000, 15 000. 10 000 мен 15 000 арасында орташа 12 000 теңге деп қойдық. Подномерниктің өзіндік құны 2 000, сатылым бағасы 12 000. Пайда 10 000 теңге. Bir клиенттен түсетін пайда 10 000 теңге. Бұл жақта енді бағана надпись бар, примерно 1000 теңге қосасаңыз, пайда 10 000 теңге. Получается, бір айлық табысыңызды есептеп көрсетейін. По факту көрсетем. Күніне 3 клиентке сатсаңыз, қараңыздаршы. Bir клиенттен 10 000 теңге пайда. Күніне 3 емес, күніне мына жақта сәл отпечатка кетіп қалды. Күніне 2 клиентке сатсаңыз, bir клиенттен 10 000, 2 клиенттен 20 000 теңге пайда. Оборот. Пайда, маржа. Бизнесте маржа дейді ғой. 20 000-ды көбейтеміз 30 күнге, то есть бір айға. Тең 600 000 теңге. По факту ма? По факту. Bir клиенттен 10 000, 2 клиенттен 20 000. Күніне 2 клиентке сатсаң, айына 600 000 теңге. Ассаң бар. Проблема жоқ. Бағана исламды да көрсеттім. Күніне 4-5 заказ. Жектер бұлай ғой, 2 деген минимум ше. Күніне 3, 4, 8-ге дейін істесеңіз болады. Bir 10-15 демей қойыншы, 8 сатсаңыз бар ғой. Это уже потолок ғой, өте әдемі табыс болады. Қараңыздар, енді 2 клиенттің есептеп берейін. Bir клиенттен 10 000 қайталаймын. Bir клиенттен 10 000, 2 клиенттен 20 000. Получается, айына 600 000. Грубо есептегенде 300 000 теңге реклама, доставкаға, проездіңізге, таксиге кетті дейікші. 300 000 теңгеңіз реклама, доставка, таксиге кетті. Таксимен жүретін болсаңыз, автобус болса, автобуста кетті. Это грубо есептегенде. Таза 300 000 теңге табасыз. Күніне 2 клиентке сатсаңыз, айына 300 000 теңге табуға болады. По факту ма жігіттер? По факту. Кеттік. Қуанышбеков Дастан деген бауырым жасы 24-те. Бұл кісілердің құрдастары отқан шығар, біреуіңізге құрдас, біреуіңізге іні болып келеді. Әр істің басын шалып жүрген кісілер де бар шығар эфирде. Жақсы, тұрақты сала іздеп жүрген. Бағана біз опрос жасадық, таныстық, сала іздеп жүрген, айналысуға болатын кәсіп іздеп жүрген кісілер көп. Солардың бірі Дастан деген бауырымыз болды. LED паномерник бизнесін бастады. 5 күнде 154 000 теңге. Дерске ғой? 5 күнде 154 000 теңге. Дерске емес па? Қазір бірге жұмыс жасаймыз. Бір тойда түскенбіз. Переписка. Дәке, подномерникпен айналысып бастағанда неше күнде қанша клиентке саттың? Басында енді бастаған уақытта ма? Аха. Так, басында TikTok таргет жіберіп бастадым. Заявкалар жақсы түсіп бастады. По факту 5 күнде 10 клиентке 14 парасын саттым дейді. 10 клиентке 14 пара. То есть 10 клиенттің 7-і алды артына алған ғой, 70% көрдіңіздер ма? В основном алды артына алады. Арасында 2 парадан алған кісілер болды. 5 күнде 14 пара тең 154 000 теңге ма? 5 күнде деп сұраймын мен. Аға солай сатылды ғой, минус расходтар бар, сонымен 100 000 теңге таза пайда, смело қалды дейді. 5 күнде 154 000 оборот жасады, 100 000 теңге таза пайда қалды дейді Дастанның айтуынша. Тема, клиенттер жазған түскен заявкаларды скрин жіберші деймін. Міне, ол да ашып үлгермеген уақыттар болған. Зато тіліктерімен жүріп бар ғой, клиенттер түсен заявкалардан сен уақытың болмайды аналарға жауап беруге ше, прикиньте, заявка бұлай түседі. LED паномерник арқылы келесі тақырыпқа көшеміз.
Сіздерге дәлелдей алдым деп ойлаймын, клиент саны бар екен, клиент саны көп екен. Бір айта кетейінші тағы да өзімнің информациямды. Қазақстанда статистика бойынша 6 миллионға жуық машина бар. 6 миллионды біз 12 мыңнан сатсақ бәлінбай триллион болып кетеді, бізге ол керек емес. 6 миллионның былай ойлайықшы, 6 миллионның 10% подоменникке заказ берсе 600 мыңға. 600 мыңды 12 көбейші, 7 миллиард бірдеңе болып кетеді. Былай жетеді маған, саған, серіктестеріме, мен командам, мен отбасыма, мен қатын бала шағама бар ғой. Менің әке шешеме бәрімізге жетеді жігіттер. Сенің де отбасыңа анау сумма бар ғой, потолок сумма бәрімізге жетеді. Кеттік, келесі тақырып. Мощный тақырыпқа келдік. Мынау тақырыпты бар ғой. Елдер курстарда айтып жатуы мүмкін. Андай бір платный жерлерде айтып жатады. Мен сіздерге мынау тегін сабақта информация айтам, клиент қайдан табуға болады. Подоменник жасау оңай екенін көрсеттім. Клиент саны бар екенін көрсеттім. Енді қалай сатамыз? Айына пайдасын есептеп бердім. Сонда клиент қайдан табамыз деген сұрақ бар шығар көкейіңізде. Сол сұраққа жауап береміз. Сұрақ жауап эфирдің соңында бар назарыңызды мынау тақырыпқа қойыңыз, керек болса жазып отырыңыз. Заметкеға түртіп отырыңыз, ручкамен блокнотқа түртіп отырыңыз. Кеттік. Подоменник арқылы қанша табуға болатын есептеп алдық. Енді сұрақ, клиент қайдан табамыз? Нұрдәулет, клиент қайдан табамыз? Клиент табудың реальный 7 жолы бар. Ең бірінші жолы OLX. Тегін және ақылы түрі. Айып етпесеңіздер, мен бір су ішіп алайын. Клиент табудың реальный 7 жолын айтып өтемін сіздерге. Ақылы түрі де бар, ішінде тегін түрлері де бар. Бірақ реальный клиент табуға болады. Бірінші жолы OLX, тегін және ақылы түрі. OLX-те білесіздер, тегін реклама салсаң, проблема жоқ, рекламаң тұра береді. Бірақ астына түсіп кетеді. Топ деген нәрсе бар, айына 3 мың ба, 5 ақ, айына 3 ақ мың ба, 5 мың ба сондай. Бірақ подоменник деп жазса, сенің рекламаларың алғашқылардың бірі болып тұрады. OLX-тің ақылы және тегін түрі. Instagram және TikTok контент тегін. Просто мен берген фото видеоларды аласың да өзіңнің инстаграмыңа немесе рабочий екінші инстаграм ашып қойсаң болады. ledrampi.kz нижний 09 ledrampi.ақтөбе ledrampi нижний алматы деген сияқты рабочий инстаграм ашып қойсаң да болады. Instagram және TikTok контент. Мен берген фото видеоларды сол Instagramға жүктейсің. TikTok аштың, мен берген фото видеоларды TikTokқа жүктейсің. Болды. Солай алғашқы клиенттерді табуға болады. Одан үйіп клиент келеді деп айта алмаймын, бұл потому что тегін түрлері ғой. Қазір ақылы түрлерін көрсетем, реально клиент келетінше. Кеттік. Үшінші жолы кішігірім блогерлермен бартер. Сіздің жақтағы, сіздің қалаңыздағы местный блогерлер. Әр қалада блогерлер бар. Ол блогер дегеніміз ішінде тамада кіріп кетеді, асаба, әнші, автоблогер болуы мүмкін, немесе андай вайнер болуы мүмкін. Сол кішігірім блогерлермен бартер. Бартер дегеніміз айырбас. Сіз дайректіне жазып жүресіз, бізге 500 мың, 1 миллион подписчигі бар блогерлер қажет емес. Бізге 100-200 мың, 50 мың подписчигі бар блогерлер жетеді. Жазып жүресіз, ассалаумағалейкум, мысалы, ассалаумағалейкум, Әділет бауырым, есім Нұрдәулет болады. Осындай подоменник жасаумен айналысаңыз, фотосын жібердің. Бірақ саған жасап берейін да мен тегін сторисына салып жіберсең, бауырым бір-біріміз қолдап жүрейік та, екі қазақ. Дейсің болды ғой, сынады ғой. Ерлігіңді ел білетін жігітсің ғой, бауырым деп ана блогерге жазып жібересіз, болды ше. Балқиды, сынып қалады сөздерге. Солай жазып бересіз, мен саған давай подоменник жасап берейін, бауырым, деріске қойып, инстаграмды белгілеп қойып, екі жағына корона қойып қойып деген сияқты. Давай, пожалуйста, давай дейді сізге ше. Анау примерно 15 мың теңгенің затын сіз оған тегін жасап беріп жатсыз да, на самом деле өзіңізге 2 мың теңге шығып тұр. Бірақ сторисіне салып жіберші, анау машинасына салады да, ассалаумағалейкум жігіттер, осындай машинама подоменник жалғадым, міне Нұрдәулет деген бауырымыз жалғап берді, артына аккаунтын белгілеп кетем, тапсырыс бергілеріңіз келсе, осы Нұрдәулетке жазыңыздар. Болды. Клиент келеді сізге. Үшінші жолы автоклубтар. Автоклубтарға, бұны қалай түсіндіріп өтейін? Әр қалада автоклубтар бар. Таразда мысалы BMW клуб, Mercedes клуб, әр қалада бар. BMW клуб, Mercedes клуб, Golf клуб,
Toyota клуб, Чанган клуб шыққан бар ғой, Черри клуб деген сияқты әр автомобильдің клубтары бар. Соларға админдеріне болсын бірдеңе қылып әйтеуір группаларда кіріп аласыз да, видео дайындап қойсаңыз болады. Ассалаумағалейкум жігіттер, есімім Нұрдәулет болады, литпономерлік бизнеспен айналысамыз. Давайте осы группадағы кісілерге мен тегін жасап берейін, немесе 50% жеңілдікпен жасап берейін өзіңіздің усмотрениеңізға. Біреуін давайте тегін жасап берейін. Бүйтейікші, 50% жеңілдік осы группадағы кісілерге 50% жеңілдікпен жасап берейін под номерник. И ары қарай мені рекламировать етіп жіберсеңіздер, Нұр үстіне нұр болар еді, бәріңізге рахмет деген сияқты. Пожалуйста, автоклубтарда заказ береді. Солардың автоклубта бар кісілер араласатын машинасы бар адамдар. Олардан көреді, бірақ қаяқтан жазады, Нұрдәулеттен, да ну номерін берші, жазады. Бірақ осындай арманға жасап беріпсің ғой сен, маған да жасап берші. Давай, болды, тегін клиент сіздерге. Себестоимость на самом деле 1000 теңгеге шығады. Инстаграм және тикток таргет. Мынау менің ең жақсы көретін инструментім бар ғой. Қазір маркетингте осы товар сатқанда в основном номер 1 таргетинг жарнамасы тұр ғой. Өздеріңізде таргеттегі жарнамадан келдіңіздер ғой. То есть ол сізге подписан болса да, не подписан болса да таргет жарнамасын жіберу. Мен сіздерге қалай таргет жіберу керек, таргетке қандай видеоролик жіберу керек, сол видеороликті де берем бар ғой. Именно товарға арналған, именно клиент алып келетін. Соны жібересіздер, ол Инстаграмға және тиктокта енді өздеріңіз тикток таргет болып жалдап аласыздар, ол да қымбат емес. Но Инстаграмға мен сіздерге қалай таргет жіберу керектігін үйретемін. Мына жақтан клиент валом бар ғой. Мына инструменттен, 5-ші инструменттен клиент былай келеді. Жазып отырсыздар ма? Кеттік 6-шы местный пабликтер. Кез келген қалада Креспи Тараз, Алматыда Креспи Алматы, Креспи Астана, Креспи Орал, немесе одан да басқа Тараз в объективе, в Таразе, в Алмате деген сияқты, Сходим Алматы деген сияқты пабликтер бар, Инстаграм пабликтер. Соларға админдеріне шығасты, ассалаумағалейкум бауырым, бартерге бағана айтқанда айырбас, немесе прям реклама сатып алыңыз. Бір күнге, 3 күнге ма, бір 5-6 мың теңге тұрады. Сторисына да, постына да сатып алыңыз да. Әдемі бір видео дайындап қойыңыз. Даже мен берген видеоны да соларға берсеңіз болады бар ғой. Әдемі видео дайындап қойыңыз, астына өзіңіз инстаграмыңызды и номеріңізді белгілеп қойыңыз. Болды, тоже сіздерге платный реклама. Клиент былай келеді. Ең соңғы, тоже өте мощный инструмент, бұл сарафанное радио деп айтылады. Маркетингте сарафанка деп аталады. Не үшін? Бір-біріне айту арқылы келеді. То есть өзіңіздің досыңызға жасап беріңіз. Айналаңызда машина айдайтындарға бар ғой, 50%, 30% скидкамен жасап бере беріңіздерші. Машина айдайтын адам, машинасы бар адаммен араласады, жолыға кездеседі. Кез келген адам мынау подномерникті машинасын таққысы келеді бар ғой, просто білмейді, бұл товардың бар екенін білмейді. Соны біз көрсетуіміз керек. Әр достарыңызға өзіңіз ортаңыздағы алыс танысыңыз болса да жасап бере беріңізші, 50%, 30% скидкамен, тегін болса, тегін өз бағасына болса, өз бағасына жасап бере беріңіздер. Одан танысы көреді, қайдан алдың Нұрдәулеттен, номерін берші, қайдан алдың Нұрдәулеттен, номерін берші, қайдан алдың Айдыннан, қайдан алдың надан. Клиент сіздерге тегін клиент келу жолы. 7 клиент табудың реальный 7 жолы осы. Наны мұқият қарап алыңыздар, қазір сіздерге сұрақ қоямын. Осы айтылған 7 жолдың оңай жолдар бар ғой. Ешкім сізге аспаннан айтып сұрап отқан жоқ, оңай жолдар. Осы айтылған 7 жолдың қаншауымен жұмыс жасай аласыз? Төменге сол цифрларды жазып кетіңізші. Давайте мен сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Айтылған 7 жолдың қаншауымен жұмыс жасай аласыз? Мен ашып қойын. Қараңызда, мен 1, 2, 4-пен жұмыс жасай аламын. Мен 7 және 3-пен жұмыс жасай аламын. Мен барлығымен жұмыс жасай аламын. Так, жауаптарыңызды оқып жіберейін. 7, 3, 6, бәрімен, бәрі. Андай ғой? Қайсысымен жұмыс жасай алмаймын деген адам жоқ қой, иә? В основном, көбісі барлығымен жасай алады екен. Не үшін отсыздар сіздер бизнес бастамай, сіздерге срочно бизнес бастау керек қой, жігіттер, бауырлар, срочно бизнес бастау керек, егер бәрімен жұмыс жасай алсаңыз, сіз өзіңізді байлықтан өзіңіз сақтап жүрген сияқтысыз ғой. Давайте барлығымыз жаза кетіңіздер, давайте активный болып отырайық, сол кезде мен де сіздерге пайдалы бола аламын. Сабағымыздың уже ары қарай ұзаққа созылмайды. Сондықтан барынша так міне активтеріңізді көріп отырмын. Давайте маған да поддержка беріп жүріңіздер. Бәрімен барлығымен бар. Болды, сіздер дайын бизнесменсіздер. Енді бір құпия қараңыздар. Мынаның екеуімен ғана жұмыс жасасаңыздар ше, 300 мың, 500 мың табуға жетеді сіздерге. Жетеуімен жұмыс жасасаңыз, білмеймін, онда жақсы ақша табуға болады.
мынау бар ғой 5 деп тұр ғой, осы таргетпен ақ бір-ақ жолмен жұмыс жасасаңыз, сізге бағанағы мен айтқан 300 мың теңгеге шығуға болады. Кеттік, жалғастырамыз. Нармұхан Нұрхан деген бауырым жасы 23-те. Так, қазір 25-26-ға келіп қалды, емші адаспасам. Жасы 23-те жазып қойыппыз, стройкада жұмыс жасап жүрген, это реально. Сосын өз ісін бастағысы келді. Өз ісін бастағысы келді, мына жақта да кісілер отыр ғой, өзімнің жеке кәсібімді бастағым келеді, өзімнің жеке шыққым келеді, өзімнің ісімді бастағым келеді деген сияқты. Өз ісін бастағысы келді да, подномерник кәсібін бастады. Бір күнде 8 клиент тапқан кездері болған. Нұрхан брат, сен подномерникпен айналысып бастағанда неше күнде неше заказ жасадың? Бастаған кезде бір аптада примерно 30 клиентке саттым дейді. Бір аптада бастаған кезде 30 клиентке. Жалпы бір күнде 8 клиентке дейін сатқан күндер болды дейді. Бір күнде 8 клиент. Бағана бір күнде 2 клиенттен 300 мың шығардық қой. Бір күнде 8 клиент болса потолок. Детский кәсіп қой, алушы саған брат. Для души бір күнде 8 деген мощный ғой, красавчик. Кірсіп істесең одан да көп сатуға болады екен дейді Нұрхан бауырымыз. Кет, бір күнде 8 клиент сатқан. Енді сіздерге сұрақ. Тағы сіздерге сұрақ. Кім осы кәсіпті меңгеріп, айына таза 300 мың теңге табысқа шыққысы келеді? Жауап жазыңыздар. Мен. Болды. Ойбай. Желание барыңыз. 5-шінде қоя. Кім осы кәсіпті меңгеріп, айына таза 300 мың теңге шыққысы келеді? Мен. Болды. Жауаптарыңызды көрдім. Жалғастырамыз. Бұл саланы меңгеріп, табыс тауып кетудің 2 ғана жолы бар. Мына саланы меңгеріп, табыс тауып кетудің 2 ғана жолы бар. Бірінші жолы өзіңіз ізденесіз. Проблема жоқ. Нұрдәулет, мен сенімен серіктес болмаймын. Примерно түсіндім. Мен өзім жасап кетемін. Поставщик іздейсіз, әрең табасыз. Ода в наличии товар болмай қалады. Поставщик табу қиын бар ғой. Ладно, таптың дейікші. Ода в наличии товар болмай қалады. Сөйтіп клиенттерден клиент жинап аласың. Поставщикте товар болмай қалады. Сөйтіп возврат болады, түбі минус болады. В общем, банкрот, депрессия кеттің, короче. Қандай материалдар керек, қалай жасалады, клиент табу жолын білмейсіз. Қандай материалдар керек екенін білмейсіз, қалай жасалатынын білмейсіз. Но эфирде көріп алдым деп ойласаңыз қателесесіз. Тағы да глубже үйрену керек. Клиент табу жолын білмейсіз. Бағана айтылған 7 жол бар ғой ерунда. Одан да көп жолын үйретеміз серіктестікте. Солай минусқа кіріп кетесіз. Товар алып аласыз да, ладно, поставщик таптыңыз, товар алып алдыңыз, бірақ сата алмайсыз, клиент таппайсыз, солай минусқа кіріп кетесіз. Үшінші, тұрақты ақша таба алмайсыз. Сұрап білетін, жол көрсететін адам жоқ. Өзіңізден өзіңіз қиялдап жүресіз. Төртінші, үйреніп кете алатыныңызға гарантия жоқ. Осы бастадыңыз, мен үйреніп кете аласыз ба, алып кете аласыз ба, гарантия жоқ. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы менімен Нұрдәулетпен дайын бизнеске серіктес болу. Курс емес, серіктестік. Мен сіздерді товармен қамтамасыз етіп отырам. Қалай сату керек, қалай клиент табу керек, барлығын үйретемін. Сіз тек менің айтқанымды жасасаңыз болды. Куратор болады, команда сіздерге қызмет етеді. Серіктес болудың плюсы, серіктестеріме өзім оптым бағада поставщик боламын. Мынанша еркекше айтайын, серіктестерге ғана мен 1000 теңгеден беремін, басқа кісілерге 1000 теңгеден оптым бағада бермеймін бар ғой. Серіктестерге өзім оптым бағада поставщик боламын. Жасалу жолын мен сіздерге үйретемін, және клиент табудың бағана 7 жолыма серіктестікте 10 жолын үйретемін клиент табудың. Плюс сол келген клиенттерге қалай сату керек, соны да үйретемін. Техподдержка. Күніге сағат күндізгі 10-нан түнгі 10-ға дейін техподдержка. То есть куратор, андай ғой, куратор деген бай сіздерге видео сабақтар дайындап қойдық. Четкий бар ғой. Анау видео сабақтар сіз көр. Нақты мысалы кім бар? Еркін, көр бар. Өзің түсініп аласың деген тема жоқ. Товармен қамтамасыз етіп отырамын. Және куратор болады, сол техподдержка. Түсінбеген жеріңіз ба? Пук звондайсың. Бауырым, кураторыңызға звондайсың. Бауырым, мына жерді түсінбей жатырмын, айтып жіберші. Куратор көреді, пук жауап береді. Андай ғой енді бір. Ол да робот емес, өзінің уақыты болады. Мен жұмыс 10-нан түнгі 10-ға дейін, тата 12 сағат жұмыс жасаймыз бар ғой сіздер үшін. Техподдержка, видео звонокпен де звондасаңыз болады. Бірақ мына жерін түсінбей жатырмын. Уроктың мына жерін түсінбей жатырмын. Мына жері қалай болады? Техподдержка мощный болады, жігіттер. Бастап кетуге 20 штук товар беремін дейді. Жоқ, бастап кетуге 10 штук товар береміз. 20 штук товар деген, мына жақта кішкене опечатка кетіп қалыпты. 20 штук товар емес, бастап кетуге 10 штук товар береміз.
10 комплектті бағана көрсеттік қой сіздерге. Примерно так 5 пара болса 12 мыңға 60 мың теңгеге сатасыз. 10 комплектті сіз 60 мың теңгеге бір штугын 6 мыңнан сатасыз. Менің потом осының барлығын мен кәсіп саласында жүріп 2 жылда өтіп немесе одан көп уақыт кетуі мүмкін. Сізге осы жинаған білім мен тәжірибеммен бөлісуге дайынмын. 30 алам, 20 алам дейді, проблема жоқ. Егер көп алғыңыз келсе, біз серіктестерге 10 береміз, дальше заказ бере берсеңіз болады. Осының барлығын мен кәсіп саласында жүріп, 2 жылда өтіп, сізге осы жинаған білім және өзімнің тәжірибеммен бөлісуге дайынмын. Былайша айтқанда, менімен серіктес болу арқылы мен өткен жолды өтпейсіз. Просто мен айтқанымды қайталайсыз, болды. 2 жыл уақытыңызды үнемдейсіз, былай примерно айтқанда. Қай жол таңдайсыз? Қай жолды таңдайсыз? Бірінші жол ма, өзім үйренемін деген қадалып қалуы мүмкін, минусқа кетіп қалуыңыз мүмкін. Бірінші жол ма, екінші жол ма, менімен дайын бизнеске серіктес болу. Сіз қай жолды таңдайсыз, бауырым? Екінші жол серіктес сізбен бастаймын. Болды, это ясно ғой. Бұл өте ұтымды, тиімді вариант қой. Екінші жолды көбісі таңдайды. Енді сіздерге ұсыныс. Маған Қазақстан әр қаласынан менімен бірге лет-по-номерный кәсібін бастап, табыс тапқысы келетін, реально жасаймын, Нұрдәулет, ақша табам, сенімен бірге осы бизнесті бастаймын дейтін серіктестер қажет. Серіктестер не алады? 10 штук товар, в разобранном виде, подномерниктің өзі емес, ішіндегі диоды, флажогы, және корпустары, тоқтары, мынау фишкасы бар, осының барлығын мен сіздермен қамтамасыз етіп отырамын. Инструмент беремін. Так, канцелярский нож, клей, осыны мен сіздерге салып жіберем, инструмент. Бұл обучение сабақтары бағына эфирде көрсеткеніміз, ол ашын 10-15 минутта жасадық та біреуін. Ол біз примерно шолып өттік ше. Полноценно жасадық, мынандай детально үйреткен жоқпыз. Әр детально көрсетіп тұрып жасайтын обучение сабақтары бар. Соны береміз. Техподдержка куратор болады. Кез келген уақытта, жұмыс уақытында кез келген сұрағыңызға сіздерге жауап беріп отырады. Поддержка сіздерге 100-ден аса фото, видео біз сіздерге береміз. Сіз фото, видео түсіріп әуре болмайсыз. Біз оны дайындап қойғанбыз, сізге береміз. Және де клиент табудың 10 жолы және сату сабақтарын сол келген клиенттерге қалай сату керек, соны сіздерге беретін боламыз. Біздің серіктестіктің құндылығы потолок ше, серіктестік құндылығы өте жоғары. Өздеріңіз көрдіңіздер. Ішіне дайын бизнес беріп жатырмыз біз сіздерге. Әшейін құр видео сабақтар емес. Бірақ серіктестіктің құндылығы жоғары болғанымен бағасын сіздерге өте тиімді, қолжетімді қылдық. Бірінші салыстырмалы түрде айтып өтейін. Нарықтағы баға жалпы қандай? Товар инструмент бір штугын 6 мың теңгеге сатасыз. Біз сізге 10 штугын береміз, 10 штугы 60 мың теңгеге сатасыз. Обучение сабақтары біз оны студияда кәдімгідей мобилограф жалдап, әдемілеп тұрып студияда түсірдік. 60 мың теңге. Фото, видео контентті біз 100 мың теңгеге бағаладық. Мен өзім видеоға түсем, өзім фотоға түскем. Басқа да жігіттер түсірем, олардың ақысын өзім берем ше. Ол сіздерге тегін беріледі. Мен өзім барлығының ақшасын төлеп дайындап қойғам. Таргет және сату сабақтары 80 мың теңгеге бағаладық. Қазір білесіздер, сату сабағы, таргет сабағының өзін бөлек алсаңыздар, 50-60 мың, 100 мың теңгеге аласыздар бар ғой. Біз серіктестерге осыны тегін береміз. Жалпы нарықтағы бағасы примерно 80 мың теңге, техподдержка 200 мың теңге. Өзіңіз сияқты қарапайым кісі, қарапайым жігіт, сіздерге техподдержка куратор болып отырады. Ол кісінің айлығын мен өзім қалтамнан төлеймін. Еркекше бар ғой, өзімнің қалтамнан төлеймін. Ол сіздерге қызмет етіп отырады. Кез келген уақытта, жұмыс уақытында любой сұрағыңызға жауап береді, сіздерге табысқа шығуға көмектесіп отырады. Техподдержка, яғни куратор. Потом қосыңыз общий 500 мың теңге шығады. Так, 300 общий 500 мың теңге шығады. Нарықтағы баға 500 мың теңге. Негізі бағасы осылай. Бірақ бар ғой сіздерге. Сіздер менімен серіктес болғандарыңызды қалаймын мен ше. Менімен бірге осы бизнесті бастағандарыңызды қалаймын. Бірақ сіздерге бастап кету оңай болсын деп арнайы баға қойдым. Нарықтағы бағаны көрдіңіздер 500 мың теңге. Бірақ сіздерге бастап кету оңай болсын деп арнайы баға қойдым. Ол баға
10 штук товар, инструмент, обучение сабақтары, техподдержка, куратор, 100-ден аса фото-видео контент, клиент табу және сату сабақтары 200 мың теңге. 500 мың емес, 200 мың теңге. Асықпаңыз, бауырым, асықпаңыз. Бұмен әлі болған жоқ. Бұмен әлі біткен жоқ. Мен бағын айттым ғой. Не үшін айттым ол нәрсені? Қазір сол нәрсе шешілейін деп тұршы. Реально, Нұреке, Нұрдәулет, бастаймын. Мен реально ақша табам, серіктес болам. Давай, менімен серіктес бош. Я тебя не подведу. Мен реально ақша тапқым келеді. Қазір бастауға дайынмын, ертең бастауға дайынмын деген кісілерге арналған вообще мощный ұсынысым бар. Бірақ бұл да әлі барлығы емес. Бүгін осы тегін сабаққа қатысқандарыңыз үшін қанша адам отыр, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Тек 10 адамға, 10 адамға, міне 10 саусақ тұр. Тек 10 адамға тағы жеңілдік. Осы эфирден осы эфирде отырған 10 адамға. Алғашқы 10 адамға ғана арналған ұсыныс. 200 мың емес, 80 мың теңге. Алай бағам, мощный ма? Ойлаңызшы, 10 штук товар берем, саттыңыз, уже 60 мың теңге ақталамыз. Почти серіктестіктің бағасын ақталамыз. Инструмент берем, тегін, толық обучение сабақтары әдемілеп түсіріп дайындап қойғанбыз. Техподдержка, куратор, өзім айлығын төлейміз оның. Сіздерге қызмет ететін болады. 100-ден аса фото, видео, контент. Тегін, подарок, поддержка менен. Клиент табудың 10 жолы және сату сабақтары бағынағы баға емес 80 мың теңге. Ойлаңызшы, мынаның барлығы елдер курстарын қаншаға сатып жатыр. Біз сізге тек қана урок емес, видео сабақ емес, біз сізге товар береміз, инструмент, поддержка, техподдержка, кураторыңыз болады. 100-ден аса фото, видео, контенттер де береміз. Осының барлығы мынандай баға. 80 мың теңге. Мен қатысқым келеді. Бірақ қазір толық төлем жасауға ақшам болмай тұр деген кісілер бар ма? Чатқа мен деп жазыңыздаршы. Модератор болсын ба? Модератор болсын ба? Мен қатысқым келеді, Нұрдәулет. Бірақ дәл қазір толық төлем жасауға ақшам болмай тұр деген кісілер бар ма? Чатқа мен деп жазыңыздар. Сіздерге вообще мощный ұсыныс айтамын кез. Әңгіме былай. 10 адамға арналған ұсыныс. Еркекше 10 адамға арналған ұсыныс. Плюс-минус егер қатты спрос болғанда, андай не дешеді? Резервпен алуымыз мүмкін ше. Осы эфирде отырған 10 адамға арналған ұсыныс. Менде де бұндай жағдай болған, менде бірдеңе алғым келген, бір андай обучение, серіктестік, бір бизнес бастағым келген. Но ақшам болмаған, мен де сіздерді жақсы түсініп тұрмын. Сол үшін сіздерге арналған вообще керемет ұсыныс. Летпономиник бизнесіне серіктестікті кім 1000 теңгемен бастағысы келеді. 12 айға Каспий және Халық банк арқылы рассрочкаға бөліп төлеп алу мүмкіндігі. Осы эфирде отырған 10 адамға арналады. Қазір таймер шығарылады, реквизит шығарылады. 10 минуттың ішінде 1000 теңге предоплата қалдырып үлгерген. 1000 теңге предоплата қалдырасыз. Қалған төлемді сразу рассрочкамен төлесеңіз де болады, наличкамен төлесеңіз де болады, проблема жоқ. 10 минуттың ішінде төлем жасап үлгерген 10 адамға бағана айтқандай сатылым құны 60 мың теңге болатын 10 штук товар тегін беріледі. 10 минут. Қайталап айтам, бұл керемет мүмкіндік. Дәл осы эфирден тек алғашқы үлгерген қанша адам отырсыздар, қарауыңыздар. 10 адамға ғана арналған ұсыныс. Дайынсыздар ма? Қазір реквизит шығарылады 3-2-1 дегенде. Дайынсыздар ма? 10 адамға арналған ұсыныс. 12 айға рассрочка бөліп төлеу. 80 мың теңге 12-ге бөлсеңіз, примерно 5 мың теңгеге де жетпейді даже бар ғой. Ажо 5 мың теңгеден азат, бір 6 мың бірдеңе болады примерно. Дайынсыздар ма? Дайынсыздар ма? 3, 2, 1. Міне, төменге реквизит шығарылды. Төмендегі номерге Летпономиник дайын бизнесі серіктестік жобасына тіркелу үшін осы реквизитке Каспийде перевод арқылы 1000 теңге предоплата қалдырасыз. Чтобы рассрочкамен төлеп алу үшін 1000 теңге төлем жасайсыз.
астында чекті жіберемін деген кнопка тұр. Чекті жіберемін деген кнопканы бассаңыз, менеджерге өтесіз. Ары қарай менеджер сізге 12 айға рассрочкамен қалай алу керек екенін сізге көрсетіп жібереді. Көмектесіп жібереді рассрочкаға алуға. Міне, алғашқы орындар кетіп жатыр. Алғашқы орындар кетіп жатыр. Кеттік. Мынау реквизитке 776-679 деген номерге Каспиймен перевод арқылы 1000 теңге предоплата қалдырасыз. Қалған төлемді рассрочкамен бөліп төлеп алуыңыз керек. Жігіттер, сразу айта кетейін. Ертең, басқа күні, 4-5 күннен кейін келесі айда деген әңгіме керек емес. Предоплата қалдырасыз. Чекті жіберемін деген астында жасыл кнопка тұр. Соны басасыз. Адамдар кетіп жатыр. Адамдар орын алып жатыр. Сол кнопканы басасыз да чекті 1000 теңгенің чегін менеджерге жібересіз. Ары қарай менеджер сізге қалай 12 айға рассрочкамен бөліп төлеу алуды көрсетіп, көмектесіп жібереді. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Серіктестерге не беріледі? Тағы да қайталап өтейінші. Серіктестерге не береміз? 10 штук товар инструмент беріледі. Реально алып жатыр ма елдер деген міне. Қараңыздаршы. Переводтар кетіп жатыр. Міне, брондар кетіп жатыр. Елдер орын алып жатыр. 10 адамға жігіттер үлгеріңіздер. Қыздар, мынақта әйел кісілер де бар міне. Орын алып жатқан. Серіктестерге не береміз? Бар болған 80 мың теңгеге сіз 10 штук товар аласыз. Оны сатсаңыз уже 60 мың теңге. Серіктестіктің почти 90% шығып тұр. Инструмент береміз сіздерге. Канцелярский нож, мынау клейді, жалпы бастап кетуге инструменттерді өзім сразу салып жібереміз 10 штук товармен бірге. Серіктестікті уже ертең бастаймыз. Ағайындар, уже ертең бастаймыз. Созбаймыз, уақыт жоқ. Сіздердің тезірек ақша тапқандарыңыз маған да жақсы, өздеріңізге де жақсы. Толық обучение сабақтары қалай жасау керек екен толықтай үйретілген, мощный, өте түсінікті видео сабақтарымыз беріледі. Техподдержка куратор болады. Сізге жұмыс уақытында кез келген сұрағыңызға аудио болса аудио, видео звонокпен де сіздерге жауап беріп отырады. 100-ден аса фото, видео, контент беріледі және клиент табу және сату сабақтары сіздерге беріледі. Ойлаңызшы, сіз өзіңіз фото, видео түсіріп әуре болмайсыз. Біз сіздерге оны дайындап қойдық. Соны аласыз да өзіңіздің инстаграмыңызға, тиктогыңызға жүктейсіз. Солай алғашқы клиенттерді таба бересіз. Орындар кетіп жатыр. Орындар кетіп жатыр. Әйел кісілер де алып жатыр бар ғой, жігіттер. Не тормозите, 6 минут, 7 минут. Серіктестіктің общий құны, шатасып кетпеңіздер, серіктестіктің общий құны 80 мың теңге. 1000 теңге не үшін жіберіп жатсыздар? Ол предоплата. 1000 теңге жібересіздер, чекті жіберемін деген кнопканы басасыздар да менеджерге өтесіз. Менеджер сіздерге қалай сол 80 мыңды рассрочкаға алу керек екенін, 12 айға рассрочкаға алу керек екенін көрсетіп жібереді. Чек жіберіп жатыр ғой, иә? Міне менеджер қасында отыр, елдер чек жіберіп жатыр екен. Маған звондап жатқан кісілер де бар. Таныс емес номер. Жоқ, звондамаңыздар, мен қазірше звондамаңыздар. Чек қалай жіберемін дейді. Орын кетіп жатыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 6 ма, 7 ма, 1, 2, 3. Так, 6. 3-4 орын алды. 3-4 орынға үлгеріңіздер. Чек қалай жіберемін дейді. WhatsApp жауап бермей жатыр. Үлгермейсің ба? Үлгермей жатыр. Заят бар, көп түсіп жатыр. WhatsApp жауап бермесе, сәл күте тұрыңыздар, жауап береді, уайымдамаңыздар. Чек қалай жіберемін дейді. Чекті жіберемін деген видеоның астында, мен тұрған видеоның астында чекті жіберемін деген жасыл кнопка тұр. Соны басасыздар да менеджерге өтесіз. Менеджерге 1000 теңгенің чегін жібересіз, который маған жіберген. Ол сізге қалай 12 айға рассрочкамен бөліп төлеуге болады, ары қарай көмектесіп жібереді. Рассрочкамен алатқандар бар ма? Болды. Рассрочкамен елдер алып жатыр, менеджер үлгермей жатыр. Бұл жақсы жаңалық. Значит, серіктестер жақсы қосылып жатыр деген сөз. Кеттік. Дәл қазір сізде таңдау. 3 таңдау бар. 3 таңдау бар. Ешқандай әрекет жасамайсың, бауырым. Тегін сабаққа қатыстың, ары қарай өмірім тура солай жалғастыра беремін. Нұрдәулет. Салам алейкум. Пожалуйста, өзің білші. Осы қалпы өміріңізді жалғастыра бересіз. Но бұған ешкім кінәлі емес, это нормально. Ол сенің таңдауың, біз сенің таңдауыңды уважаем. Екінші, өзім үйреніп аламын дейсіз. YouTube'тан қарайсың, осында тегін сабақтарға қайта кіре бересің, уақыт жоғалтасың, және өзің үйренсең минусқа кіріп кетуің әбден мүмкін. Это тоже нормально, оны өзің білесің. Ол да сенің таңдауың, сенің таңдауыңды мен сыйлаймын. Ешкімді
Қинамаймыз. Менімен серіктес боласың. Үшінші жолы менімен серіктес боласың. Кәсіпті уже ертең бастап кетеміз. Кәсіпті уже ертең бастап кетесің. Керек білімдердің барлығын алып, табысқа да тез шығасың. Қайсысын таңдайсың, бауырым? Выбор очевиден. Неге сен үшіншісін таңдамай әлі де отырсың? Жігіттер, тағы ескере кететін жайт. Дәл қазір менің кәсіпімде әртүрлі жағдайлар болады ғой. Рассрочкамен толық төлем жасағым келіп тұр, бірақ дәл қазір кәсіпімде 1000 теңге болмай тұр, Нұрдәулет десеңіз, проблема жоқ. Чекті жіберемін деген кнопканы бассаңыз, WhatsApp өтесіз, менеджерге жазасыз. Предоплата қалдыруға ақшам болмай тұр, сразу 80 000 рассрочкамен төлеймін десеңіздер де болады. Дәл қазір тағы бір орын кетті, Нұрлан В дейді. Аймын, 10 адамды қашан таңдайсыз? Абылай хан, кетіп жатыр орында. Жазып отыр ғой, чек жіберіп отыр ғой. Рассрочкамен төлем жасатқандар бар ма? Менеджерге болды аға. Былай ғой, чекті менеджерге жібересіз. Менеджер сіздерге удаленный оплата жібереді, немесе ссылка деген сияқты. Сізге қалай бөліп төлеуді көрсетіп жібереді, сразу төлем жасауларыңыз керек. Потому что рассрочка арқылы бағана айтқандай 10 адамды қабылдаймыз. Сразу төлем жасап үлгеріңіздер. Түнге дейін созып, оны ертеңге дейін созып, ондай әңгіме керек емес. Менеджер сіздерге счет жібереді, немесе ссылка жібереді, сразу төлем жасайсыздар. Толық төлем жасағанда Каспиге кіресіздер да көрсетіп жібереді сіздерге, бар ғой. Каспиге кіресіздер, удаленная оплата дегенге кіресіздер, немесе ссылка арқылы кіресіздер, 79 000 төлем жасайсыз, предоплата қалдырмасаңыз 80 000 төлем жасайсыз. И серіктестікке добро пожаловать в мой мир, Агашка. Я покажу, что тебе. Добро пожаловать в мой мир, Агашка. Я покажу тебе, что такое LED под номерник деген әңгіме болады ғой ары қарай. Кеттік. Ислам Есмаханов деген жігіт, осы кісілер сияқты табыс таптыңыз келсе, жасы 21-де Байқадам деген ауылдан студент болып жүріп, LED под номерник бизнесін бастаған, бір айда 350 000 теңге. Қуанышбек Дастан деген бауырым, жасы 24-те әр істің басы шалып жүрген, бір іс бастағысы келді, LED под номерник бизнесін бастады, 5 күнде 154 000 теңге. Нұрхан деген бауырымыз бір күнде 8 клиентке жасап потолок қойған. Серіктестер не алады? 10 штук товар, инструмент, толық обучение сабақтары, техподдержка куратор, 100-ден аса фото-видео контент, клиент табу және сату сабақтары. Кеттік. Примерно бар ғой, 10 минуттай уақыт қалды эфиріміздің аяқталуына. Сондықтан да толық төлем жасап үлгеріп қалыңыздар. Желательно эфир аяқталғанша менеджер сіздерге қалай рассрочкамен алу кереккен айтып жібереді. Рассрочкамен алып үлгеріп қалыңыздар. Эфир аяқталғанша желательно. Ал егерде бетекші тағы бір қайталап өтейін. 10 штук товар сатсаңыз 60 000 теңге. Инструмент тегін береміз, толық обучение сабақтары тегін береміз, техподдержка куратор, өзім айлығын төлеп отырам, бар ғой, өзімнің қалтамнан сіздерге қызмет етеді. 100-ден аса фото, видео, контент беріледі. Мобилограф жалдап, новыйдан фото, видеолар түсіріп тұрмайсыз. Біз сізге дайындап қойғанбыз, бар ғой, просто аны біз сізге беріп жатыр, шайнасаңыз емес, шайнап беріп жатыр, ше, соны деп жұтасыз болды. Бәрі дайын, бар ғой, бүгін болмаса қашан, бауырым, бүгін болмаса қашан клиент табудың 10 жолы және сату сабақтары да беріледі. Болды, кеттік. Тілектес, шықтай бауырым, WhatsApp-па. 1000 теңге предоплата қалдырасыз. Дәл қазір таңдау қашан болады, брат, эфир бітеді дейді. Жігіттер, былай ғой, таңдау, біз адамды таңдау отпаймыз. Кім алғашқы толық төлем жасап үлгерді, болды. Серіктестікке қол сала бересіз автоматически. Андай күтіп отқан сияқтысыздар ғой сіздер. Таңдайды, Нұрдәулет бит предоплата арасынан таңдайды деп. Ондай емес. Кім алғашқы толық төлемді жасап үлгерді, болды. Сол бізбен уже автоматически серіктестік. Алғашқы 10-дыққа үлгеріп қалыңыз. Здесь время, уақыт. Реквизитті қазір қайтадан шығарып қоямын. Вдруг әлі де орын алып үлгермеген кісілер болса, үлгеріп қалыңыздар. 80 000 теңге жалпы 12 айға қанша теңге шығады? Қараңызшы, 80 000 бөлеміз 12 айға. Айына, прикинь, 6 000 теңге. Араларыңызда, білмеймін, темекі шегетін кісілер болса, айына қанша теңге темекіге кетеді, бауырым? Табылады ғой. Темекіге, сушнякқа, заманауи тілде айтайыншы, өзіміздің жастардың тілінде. Темекі, сушнякқа ақша табылады ғой. Яқта, прикинь, айына 6 000 теңге төлейсің, еще оны келесі айдан бастап төлейсің.
Ал мен саған уже ертең товарыңды салып жіберем. Мощно ғой, ё-моё, не деген керемет ұсыныс. 12 айға рассрочка бөліп төлеу мүмкіндігі. 80 мың теңгені 12 айға рассрочкаға бөліп төлей аласыз. Менеджерге шығыңыз. Так, реквизитті қайтадан шығарып қоя салады мына жақтан. Үлгермей қалған кісілер болса, менеджерге шығасыз. Менеджер сізге қалай рассрочкамен төлем жасауды көрсетіп жібереді. Төлейсіз да чекті менеджерге жібересіз. Жоқ қой, келсем үйретесіз ба дейді. Андай ғой, көп кісі бейді, қиындатады ше. Барып үйренем, офлайн үйренем деп. Блин, миллионға сатып атқан жоқпыз ғой, онлайннақ үйрене беретін нәрсе ше. Келем десеңіз, пожалуйста, келіңіз. Жекеге шығасыз, адресті айтам, проблема жоқ. Каспи және народный арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. 80 мың теңге 12 айға берсеңіз, айына 6 мың теңгеден шығады. Кеттік. Кім әлі тіркелмеді? Мынандай сылтаулары бар. Әдетте мынандай ойлар келеді. Ақшам жоқ дейді. Мына жақта енді обобщенно жазып қойған мен. Жігіттер, әңгіменің ашығын айтайықшы, скорее всего, сіз жауап ақшам жоқ деген сылтау мен үшінші. Сіз жауапкершілік алып әрекет еткіңіз келмейді, скорее всего. Бұдан басқа оңай жол іздеп жүрген шығарсыз. Туған күнге кайфушаға келгенде всегда ақша табылады. Қазір бір минут. Туған күнге кайфушаға, тойға келгенде всегда ақша табылады ғой, мойындайықшы. Бірақ осындай жауапты іске келгенде сылтау табылады. Бұлай ғой, ақша жоқ деп отырасыздар ғой. Құдай сақтасын, мен сізге жамандық тілемеймін бар ғой, ешқайсыңызға. Просто мысал ретінде айтайын да. Бір косяк болып қалды, бір братишкаң звондады да. Осындай бірдеңе ұрып қалдым. Құдай сақтасын, қайталап өтейін, ешқайсыңызға жамандық тілемеймін, мысал ретінде. Либо бір ауырып қалды да, срочно дәріге ақша керек, срочно машинаны соғып алдым. Мына соттайын деп жатыр, ойбай деп. Жүресің ғой ақшаны, бауырым. Еркекше ондай момент өзімізде де болған, ақша жоқ болып жүреді, бір косяк болып болады, Алла сақтасын. Жүресің ғой, ақшаны қайдан тапқанын білмей қаласың ғой. Сол сияқты жігіттер, давайте әрекет етейік. Ақша жоқ деген сылтау хватит. Еще мен сіздерге 12 айға рассрочка бөліп төлеу мүмкіндігін де ұсынып отырмын. Кейін қатысамын деген ойыңыз болса, ешқашан қатыспаймын деген сөз. Кейін деген бар ғой, ешқашан қатыспаймын деген сөз. Жай ғана біліп жүріңіз, бүгін бастамасаңыз, демек ертең де кейін де в общем ешқашан бастамайсыз. Қанша істі осыған дейін бүгінге ертеңмен шегеріп келдік. Вот ертеңнен бастап спорт бастаймын, понедельниктен бастап кітап оқимын. Бір күн келесі айдың бірінен бастап ағылшынға қатысам. Ешқайсысы істелген жоқ қой. Просто оның жауабы ше, бауырым, просто тұрасың істейсің болды. Ойланбайсың. Логика қоспайсың, тұрасың істейсің болды. Мен рассрочка жасадым, мен жауап кетемін. Болды аға. Менде предоплата жасауға да ақшам болмай тұр деген кісілер, хотя бы 100 теңге болсын предоплата жасаңыздар да, қалған чек жіберем деген жасыл кнопканы басып менеджерге өтіңіздер. Қалған төлемді 12 ай рассрочкамен бөліп төлей аласыздар. Даже сразу перевод жасап жіберсеңіз де болады, 80 мың теңге. Ондай отморозсыздар болса, вообще керемет. Серіктестер не алады? 10 штук товар. Инструмент береміз, бастап кетуге. Толық обучение сабақтары. Техподдержка болады. Сіз ақша табуыңызға көмектесеміз біз. Өзім поставщик болып отырамын. 100-ден аса фото, видео, контент беріледі. Клиент табу және сату сабақтары беріледі. Кеттік. Қандай сұрақтарыңыз бар? Давайте 3-4 минут сұрақ жауап жасап жіберейік. Чек жіберіп атқандар бар ғой, иә? Менше жауап бермесе күтіңіздер, үлгересіздер. Қандай сұрақтарыңыз бар? Давайте сұрақ жауап жасап жіберейік. Сұрақ жауап жасап жіберейік. Комментарий оқып жүрейін мен, давайте. Мен рассрочка жасаймын, мен 1000 теңге жүрмін, Каспи жоқ. Рассрочка болмайды. Кімде Каспи банктен рассрочка шықпай жатыр, Народный банкпен көріңіздер. Проблема жоқ. Бәріміз сол жауап күтіп отырмыз дейді. Жауап күтіп отырған кісілер бар ма? Әлі үлгермей жатсың ба? Бәріне жауап беріп қойыңыз ғой. Бәріміз сол жауап күтіп отырмыз дегенде. Флажок надпись объясни дейді. Флажок надпись рекламный агентстводан шығарасыз. Қандай размерде, қандай шрифтта шығару керек, біз сіздерге файл береміз. Сол файлды рекламный агентствоға просто жібере саласыз WhatsApp-пен.
Болды. Так, народный арқылы төлем жасайтын кісілер бүйтесіздер. Менеджерге шығыңыздар, анаяқта көрсетіп жібере саласың ғой. Бәке, халық банкі приложение кіреді, рассрочка кіреді да, 80 мың теңге оформить заявка болды. Қиын ештеңесі жоқ. Бірінші ақарды біріне алу керек, сосын барып счет жіберіледі. Жеке өзіңізбен сөйлесе аламыз ба, Нұреке дейді. Конечно, Нұреке, мен не аласың, мен жеке сөйлесіп, бірақ серіктестікке қозғасаңызшы. Шешім қабылдай алатын адамдарды жақсы көремін. Ну, а так проблема жоқ, жеке сөйлескім келеді. Кішкене сомневаться етіп тұрмын деген кісілер болса, менеджерге шығыңыздар, мен удостоверение жібере салады, проблема жоқ. Рекламада да, мынау эфирде де өзім отырмын. Сенбеймін деген кісілер бар да, таң қаламын мен. Мен Қостанай облысынан Рудный қаласынан боламын, почтамен жеткізесіздер ме, 13 штук товар. Я почтамен жеткіземіз. Бүкіл кісіге почтамен жеткіземіз. Бүгін ғана ма кіруге возможность? Жалғас мырза, желательно бүгін кіріңіз. Желательно бүгін кіріңіз, бүгін мощный возможностьтар беріліп жатыр. Тағы мына жақта кейбір сұрақтарыңыз маған көрінбеуі мүмкін да, ол үшін ашуланбаңыздар. Модератор жауап береді сіздерге. Мен кейбір сұрақтарды оқи алмай қалсам, андай бір технический жағынан ба маған көрінбейді. Модератор сіздерге перепискамен жауап беріп отырады сұрақтарыңызға. Қандай сұрақтарыңыз бар? Тағы да бір 2-3 минут сұрақ жауап жасап жіберейік. Сосын серіктестікке үлгере алмай қалған кісілер тегі ренжімеңіздерші. Біз ары қарай серіктестермен бірге ұшамыз. Деньги будем делать бабки. Алла сақтасын, болды сенсеңіз проблема жоқ. Қуаныштым. Есім Нұрдәулет болады, тағы да айтып өтейін, Тараз қаласынанмын. Егер келем десеңіз проблема жоқ. 80 теңге рассрочка жасадым, товар Қостанай облысына қашан жетеді? Так, Қостанай облысына болса, почтамен в среднем 5-7 күнде жетеді. Андай жақын жер болса, 4-5 күнде жетеді, а так в среднем 5-7 күнде жетеді почтамен. Алғашқы товардың доставкасында мен өзім төлеп салып жүремін. Өз қалтамнан, прикиньте. Это тоже подарок вам. Қандай сұрақтарыңыз бар? Давайте, қанша адам отырып, сұрақ жауап жасап жүрейік. Сонымен эфирімізді аяқтаймыз. Өскеменде серіктестеріңіз бар ма? Бүкіл Қазақстанда бар серіктестеріміз. Жасайтындар да бар, жасамайтындар да бар. Біз жауапкершілік алмаймыз. Біз барлығын шайнап береміз. Тек жұтсаңыздар болды, ағайындар. Чекті жіберемін деген кнопканы басып, менеджерге өтесіз. Егер рассрочкамен алғыңыз келсе, 80 мың теңгеге үлгеріп қалыңыздар. Бұл баға қымбаттауы мүмкін алдағы уақытта, жігіттер. Чекті жіберемін деген жасыл кнопканы басасыз, менеджерге өтесіз. Ары қарай менеджер сізге қалай 12 аймен рассрочкамен процент қосылмайды. Қалай рассрочка арқылы серіктестікке қосылуға болады, қалай төлем жасауға болады? Менеджер сіздерге көрсетіп, көмектесіп жібереді. Қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай қалады? Біз Тараз қаласынанбыз. Қайталап өтейін, кейбір кісілердің сұрақтары мына жақта көрінбей қалуы мүмкін, маған технический часть жағынан да бұл. Сондықтан айып етпеңіздер, модератор жауап береді. Егер сізге Каспий банк, егер историяңыз бәрі таза, андай рассрочка одобрение бермесе, народныймен көріңіз. Ондай да болмаса, онда білмеймін, әйтеуір тапсаңызшы амалын. Наличкамен де, бізде ең жақсысы наличкамен де, рассрочкамен де сол сумма. Наличкамен де сол сумма. Маралбек бауырым. Онда бидесі ғой. 1000 теңге емес. 10 мыңдай ма, немесе 50% ба предоплата қалдырасыз. Сосын барып пообщаемся. Сұрақ жауап жасап жүрейік. 2-3 минутта эфирімізді аяқтаймыз. Соңғы серіктестікке тіркелуге соңғы 3 минутыңыз бар. Соңғы 3 минутыңыз. Бауырым, үлгеріп қалшы. Мынау серіктестікке қосылып үлгеріп қалшы. Мен сені товармен де қамтамасыз етіп отырамын. Фото, видеолар да беремін. Қалай реклама жіберу керек? Рекламадан келген клиенттерге қалай сату керек? Барлығын үйретемін. Бауырым, мынау серіктестікті жіберіп алма. Ғалымжан мырза, WhatsApp-қа шығыңыз менеджерге. Наличка деп айтыңыз, ары қарай. Түнгі 12-дің үлгеріңіз, терминалмен саласыз ба? Біреуден қарызға отырып, ертең оған қайтарасыз ба? Жігіттер, предоплата қалдырған кісілер толық төлемді дәл қазір бүгін жасауларыңыз қажет.
ертең жасаймын, 3-4 күннен кейін жасаймын деген әңгіме айтпай қойыңыздаршы, желательно бар ғой. Но егер шынымен никак возможность болмай жатыр десеңіз, шегеруге болады бір 2-3 күнге. Болды ғой, дархан қосылсаңыз серіктестікке. Не проблема? 80 мың теңге өміріңізді өзгертпейді. 80 мың теңге минус болса, блин, минус емес қой, ема, қалайсыз? 80 мың теңгеден сіз өміріңіз ойбай депрессия болып кетпейді. Блин, мынандай суммаға сіздер қосып үлгермесеңіздер білмеймін. Мынау көрсетілген реквизитке 1000 теңге предоплата қалдырасыз да, чекті жіберемін деген жасыл кнопканы басып менеджерге өтесіз. Ары қарай менеджер сізге қалай 12 айға рассрочкамен бөліп төлеу мүмкіндігін, бөліп төлеу керек екенін көрсетіп жібереді. 80 мың теңгені 12 айға бөлсеңіз, айына небәрі 6700 теңге шығады. Айына 6700 теңге, ол дегенің күніне бауырым 220 теңге, күніне 220 теңге, серіктес болу күніне 220 теңге, 200 теңге күнде. А сен кәдімгідей ойлашы, өміріңді өзгертіп жіберетін бизнес болуы мүмкін бұл сенің, менікі сияқты. Серіктестерге не береміз? Бір соңғы рет қайталап өтейін. Соңғы 3 минут, соңғы 2 минут, үлгеріп қалыңыздар. Үлгермесеңіз, маған ренжімеңіз, ары қарай серіктестермен ғана жұмыс жасайтын боламыз. Серіктестерге не беріледі? 10 штук товар беріледі. Оны сатсаңыз уже 60 мың теңгеңіз шығып тұр. 6 мың теңгеден сатасыз. Инструмент береміз бастап кетуге. Толық обучение сабақтары беріледі. Техподдержка, куратор. Кез келген сұрағыңызға кез келген уақытта жауап береді жұмыс уақытында. 100-ден аса фото, видео, контент, клиент табу және сату сабақтары беріледі. Қолыңыздың ебі бар ма? Үйіңізде мынандай стол бар ма? Күніне 1-2 сағат бос уақытыңыз бар ма? Телефоныңыз, интернетіңіз бар ма? Болды. Сіз бұл бизнесті бастап кете аласыз. Неге сіз әлі бастамай отқан адамдар? Блин, таңғалам бар ғой. Алғашқы төлем жасап үлгерген осы эфирден 10 адам серіктестік атанады. Қараңыздар, орындар реально кетіп жатыр. Мынау 13 деген уведомление, камераға көріп тұрма білмеймін. Қараңыздаршы, 1000 теңгеден, 1000 теңгеден предоплата бар қалдырған елдер. Сіздерге көріп тұрма білмеймін енді. Примерно түсіндіңіздер деп ойлаймын. Кеттік. Бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Ары қарай тиісті серіктестермен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі эфир қалай болды? Бір мотивация, поддержка берсеңіздерші осы орайда. Бүгінгі эфир қалай болды, қалай өтті? Пайдалы бола алдым ба сіздерге тегін сабақтың өзінен? Бүгінгі эфир қалай өтті? Так, кетті, мен комментарийларды оқып жіберейін. Бүгінгі эфир қалай болды? Башаңызға ұнады ма, пайдалы бола алдым ба? Мықты. Нұрсұлтан, WhatsApp-қа шығыңызшы. Мощный, мықты. Давайте маған осы орайда мотивация беріңіздерші. Бүгінгі эфир қалай өтті? Мықты, мощный болды. Баршаңызға эфир ұнағанына қуаныштымын. Тегін сабақтың өзінде осындай ақпарат бере алғанымызға өте қуаныштымын. Сіздермен болған мен Қоңырбай Нұрдәулет Рамазанұлы, қарапайым қазақтың сары домалақты жігітімін. Тараздың тумасымын, Тараздамыз қазірде. Ендеше серіктестікке қосылған кісілер құтты болсын. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Сіздермен алдағы уақытта енді жақсы табыстарға шығамыз деген үміттемін. Серіктестікке жолыққанша, егер әлі де орын алып үлгермесеңіз, немесе тағы да сұрақтарым бар десеңіз, маған жекеге WhatsApp-қа шығыңыз, немесе чекті жіберемін деген кнопканы басаңыз, менеджерге өтесіз. Менеджерге өтесіз де, ары қарай сұрақтарыңызды қоя берсеңіз болады. Мынау кішкене ашық тұрады кнопка. Алла разы болсын. Баршамызға Алла разы болсын. Баршаңызға сәттілік. Серіктестікте жолыққанша назарларыңызға рахмет. Тағы қайталап өтейін. Тағы сұрақтарыңыз болса, немесе үлгермей қалған кісілер болса, предоплата қалдырмай-ақ чекті жіберемін деген кнопканы басыңызда WhatsApp-қа өтіңіз менеджерге. Ары қарай сізбен рассрочкамен қалай төлем жасау керек екенін көрсетіп жібереді. Ендеше назарларыңызға рахмет, поддержкаларыңызға рахмет. Уақыт қиғандарыңызға, назарларыңызға рахмет. В общем, серіктестікте жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Өшірейік, айқын.
Ана жаққа жүрсің бе? Жоқ. Мына жақтан сетті жөндеп жіберейікші. Мына жақта жүрсек болмаса. Уақытын өлшей алмаймыз ғой. Зулап өмірде жастығымды құртпа бекер, біреу келіп біреу кетер. Таңың атып күнің батар, уәделерің қатар-қатар, есеп берген күнде жатардай. Болмайды, күнім мен түнім ауысып, жарықпен бірге жарысып қайттым үйге. Болмайды, күнім мен түнім ауысып, жарықпен бірге жарысып қайттым үйге. Аралап түнгі қаланы, ұшудан басым ауырады, айнала улап сананы. Көшелер еске салады, қашықтық